Сонымен ассалаумағалейкум бәріңізге құрметті достар. Honda Odyssey 2.3 F23 моторымен, қозғалышымен және коробка автоматымен 2.3 майды ауыстырамыз. Үй жағдайында май ауыстыру. Так, домкратпен көтердік. Мынау боковинасында көріп тұрсыз ба? Средний трещотканың басы кіреді екен. Қазір ағызатын боламыз майды. Енді бір жағын осылай жасап қойдық. Екінші жағын домкратпен көтеретін боламыз. Сонымен міне екінші жағын қазір домкратпен құр көтереміз. Міне екінші жағын көрдіңіздер ма? Домкратпен екінші жағын сәл көтереміз. Ол не үшін керек дейсіз ғой, екінші жағын көтеріп қой. Ол бізге көлік былай айтқанда көрініп тұр ғой. Сол кезде былай қарай еңкейген кезде май мына жақтан ағады. Мына баклажка. Енді Honda сүйер қауым, бәріңіз білесіздер, ішінде 6-7 литр болады примерно. Біз 6-7 литрді ол жақтан шығара алмаймыз. Ішінен бір 4 литр шығу керек. Мына баклажкамыз біз орташа 5 литр. Май кетті. Мені көрдіңіздер ма? Мына жағы пробкасында стружка пайда болған. Енді коробка теуіп жүр, 2.3. Тік-тік тебеді ары бері. Енді бұл выработка деп ойлаймыз. Выработка. Бұның басында көрдіңіздер ма? Магнит бар мына жерде. Магнит, сол анау стружка выработка алған кезде, сол стружкаларды өзіне жиналатын қасиеті бар. Мінекей майымыз ағып жатыр. Әлі де болса да мына баклажка өзі 5 литр баклажка, 5 литрлық. Бас жағын кескен кезде мұнда примерно 3 литр, 3,5 литр. Бірақ май әлі де ағып жатыр, өздеріңіз көрсеңіздер. Осылардан ағызамызда кейін машинені кілтті бұраймыз. Кілтті бұрап бір 20 секундқа бұрап жібереміз. Ал енді көріңдер, көрейік. Бисмилля деп оталдырамыз да. Ағып жатыр ма? Қатты. Тоқтап жатыр. Стоп. Мінекей достар, тағы да май ақты. Анан коробканы зажиганияны қосып оталдырған кезде тағы да май ағып тұр, көрдіңіздер ма? Ішінде остаток қалдық майлар. Сонымен примерно 3,5 литр шығу керек. Сол кезде ішінде 6 литр болса системада, онда бізде 4 литр қазір құямыз. Сол жеткілікті болу керек. 4 немесе 5. Мынандай ATF Z1 дейді. Z1-ның өзі ATF жағы коробка автоматқа осыны қолданамыз. Бір баклажка 4 литр. Тағы да біреуін. Сөйтіп Z1 United деген компания дейді. Негізі сертификатымен бәрі артында жазылған. Фирмалық дүкеннен алдық. Осыны қазір құятын боламыз. Ал енді достар, мынау радиаторға келетін болсақ, мынау білесіздер, мына коробкадан 2 патрубка кетеді. Охлажденияға, демек радиаторға барып, былай қарай қайтадан коробкаға айналып тұрады, осылай циркуляция жасап. Ол не үшін керек десеңіз, ол мынау ішіндегі, мынау біздің коробканың ішіндегі майды суытып тұрады. Енді бұл мына екі шлангыны біз шешпейміз, қажет жоқ. Оны шешкенде де оның ішінде май шамалы ғана. Міне достар, майдың бәрі ағып бітті. Енді қазір мынау
пробкасын жабамыз. Пробкасын жабамыз да. Мына пробкасын жаптық, достар. Жақсылап. Мына қақпағын жауып қойдық. Енді майымызды байқасақ, май деген қап-қара. Былай қарағанда ар жағынан күн көрінбейді ғой. Күн көрінбейді. Енді келесі шаруа, мынандай жай қарапайым 1000 теңгелік Dextron 2-ні аламыз да, промывка жасаймыз. Оны қалай көрсетеміз қазір? Сонымен келесі шаруа осындай. Мынандай лейка істеп қойдық қолдан. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мынандай шлангымен басы. Жағы майымызды, жай қарапайым майды құямыз, 1 литр майды. АТФ-ті жайлап құя береміз. Өз арғай кете береді. Бұны не үшін істеп жатырмын десеңіз, бұны шын коробканың ішіндегі қалдық, жаңа кір болсын, мусор болсын, осы Dextron арқылы шығаратын боламыз. Сонымен достар, жаңа 1 литр Dextron'ымызды құйдық, қарапайым. Енді мына жерде көріңіздер. R, N, нейтралка, 1-ші скорость, 3-ші скорость, әрқайсысын 1 секундтан өстіп 1 рет қайтадан парковка қоямыз, өстіп жүріп шығамыз. Енді моторды әлі оталып тұр. Примерно бір 20 минут, 25 минут, 20 минут, грубо 15-20 минут осылай оталып тұрады. Сосын кейін өшіреміз де жаңағы құйған 1 литр Dextron'ымызды төгіп тастаймыз да, қайтадан жабамыз да. Толық 5 литр майымызды, 4-5 литр майымызды жаңағы Dextron'ымызды құямыз да, құдай қаласа оталдырып көрсетеміз. Сонымен зажиганияны өшірдік. Мінекей жаңағы 1 литр майымыз ағып шығып жатыр. Міне достар, мынау магнит. Мысалы, ішінде стружка болса, үгін болса, выработка болатын болса, мынау магнит өзіне тартып алады. Көрдіңіздер ме? Темір пышақ тартып тұр. Сол себептен білмеген кісілер болса, осыны біліп алсаңыздар, болмайды. Пробкасын бұрап жатырмыз. Енді міне екеуінің айырмашылығы ешқандай жоқ. Жағы 1 литріміз почти 1 литр шықты. Енді мына жермен 1 литр болады. Сонда примерно бір 50 грамм, 950 грамм, 930 граммдай шықты сыртқа қарай. Ішінде бір 200 граммдай, немесе 150 граммдай қалып кетті системада, коробканың ішінде. Енді келесі қадам ATF Z1 Dextron'ды қазір коробкаға мына лейка арқылы құятын боламыз. Сонымен осылай құя береміз. Міне достар, 4 литрдің бәрін құйып бітірдік. Сонымен мына лейканы алдық. Енді мына шөпті көріңіздер. Мына шөптің жоғарғы уровені осы жерде тұрады. Мына осы жерде мәресі, осы жерге жету керек май. Енді біз қазір бұны суықтайық тексереміз. 1 рет. Ол әлбетте май қазір лық болып толып тұрады. Көрдіңіздер ме қандай? Толып тұр. Қазір біз көлікті зажиганияны қосып оталдырған кезде ол май өз жағы системаға кетіп қалады коробканың ішіне. Сонымен зажиганияны қостық. Енді мына парковка мына лампочка жанбай қалған менде. Енді қалған бәрі жанып тұр. Өстіп қосып шығамыз. Сол кезде жағы май бүкіл коробканың ішіне тарайтын болады. Міне өстіп 1 секундтан ары бері 1-2 мәрте жүргізіп шығамыз. Сөйтіп нейтралка қойдық, R артқы скоростьқа қойдық, парковка қойдық. Осылай 1 мәрте, 2 мәрте жүргізіп шығамыз. Скоростьтарды айтқанда ары бері салып шығамыз.
Сөйтіп, құрметті достар, нейтралкаға қоямыз. Энға. Енді шупты көріп тексерсек болады осы. Мінекей достар, уровень орнына келді. Жоғары уровеньде тұр. Сәл кішкене асып тұр. Бұл енді біраз жүргеннен кейін өз ішіне тартып алады. Достар, сонымен достар, видео пайдалы болған болса, осы видеоның астына лайк басып, жан-жаққа таратып, WhatsApp группаларға білмегендер біліп жүрсін. Және арнамызға тіркеліп кетіңіздер.